Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика 1 сынып 126 сабақ. 126 сабақ. Есептер шығару. 2-2-ден комбинациялар нұсқасын құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырма. Балалар таңдаған көкөністер мен жемістердің атауын теріп жаз. Бұл жерде Арман, мен жасыл түсті көкөністерді таңдаймын дейді. Ал Айман, мен қызыл түсті жемістерді таңдаймын дейді. Суреттерге назар аударамыз. Арман қияр мен орам жапырақты таңдады. Ал Айман алма мен анарды таңдады. Екінші тапсырма. Анам тек 2 көкөністен салат жасамақшы. Таңдаудың қандай нұсқалары бар? Бірінші нұсқа бұрыш пен қызанақ. Екінші нұсқа қызанақ пен қияр. Үшінші нұсқа қияр мен сарымсақ. Төртінші нұсқа, бұлар кете береді. Төртінші нұсқа бұрыш пен сарымсақ. Қызанақ пен сарымсақ. Қияр мен бұрыш. Осылай бірнеше нұсқа болады. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Балалар асханаға бару үшін жұптасып сапқа тұрмақшы болды. Айгүлде жұп таңдаудың қанша нұсқасы бар? Бірінші Айгүл тұрған, одан неше нұсқа бар қарайық. Бұл жерде 3 бала тұр. Берік, Сәуле, Арман. Айгүл асханаға Берікпен бірге бара алады жұп болып. Екінші таңдауы Сәулемен бірге бара алады. Үшінші таңдауы Арманмен бірге бара алады. Сонда Айгүлде жұп таңдауда 3 нұсқа бар. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. Сурет пен сұлба бойынша есеп құрастыр. Кесінді сызып, осындай сұлба сал. Есепті шығар, кері есептер құрастырып көр дейді. Қарайық суретке. Себетте болғаны белгісіз алма. Ал оған 3 алма салынды. Барлығы болды 9 алма. Сонда шешуі 9-дан біз 3-ті азайтқан кезде себетте болған алманы таба аламыз. Жауабы себетте бастапқыда 6 алма болды. Бесінші тапсырма. Есепте өзіңді тексер дейді. Бұл өте оңай есептер. Қараймыз. 30 литр қосу 70 литр болады 100 литр. 90 килограмм азайту 80 килограмм болады 10 килограмм. 30 литр қосу 60 литр болады 90 литр. 100 килограмм азайту 50 килограмм тең болады 50 килограмм. 90 литр азайту 90 литр болады 0. 50 литрден 20 литрді азайтқанда 30 литр шығады. 100 килограммнан 30 килограммды азайтқан кезде 70 килограмм шығады. 10 литр қосу 40 литр болады 50 литр. 30 килограмм қосу 50 килограмм тең 80 килограмм. 80 килограммға 20 килограммды қосқанда 100 килограмм шығады.